Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2014 жылы жарық көрген Тимбукту фильмі. Қарулы адамдар көлікте Сахара арқылы газельді қуып барады. Кейін олар автоматтардан маскалар мен мүсіндерді атып, Мали халқының мәдени мұрасын жояды. Билікке діни фундаменталистер келіп, жергілікті халықтың өмірін түбегейлі өзгертеді. Дыбыс күшейткішпен олар енді темекі шегуге және музыка тыңдауға тыйым салынатынын хабарлайды. Әйелдер былғары шұлықпен қолғап киюге міндетті. Шатырларда қарулы жауынгерлер орналасқан. Көшеде бір ер адамды тоқтатып, шалбар балағын түрдеп бұйырады. Ақыры ол түкіріп, шалбарын шешіп тастайды. Тағы бір тұрғын джихадшылардың аяқ киіммен және қарумен мешітке кіруге батылы жеткеніне ашуланады. Бірақ олар өздеріне рұқсат екенін, өйткені джихад жүргізіп жатқанын айтады. Ал ер адамның пікірінше, шыншыл адам джихадты қарумен емес, ақылмен жүргізеді. Автомат сылдырлатып, намазға кедергі жасау дұрыс емес. Тимбукту қаласында әркім өз ісімен әлек. Санкт-Пасио-Скаттан келген бала. Балықшы Мадура ау құрып жүр. Акидан әйелі Сатима мен қызы Тоямен уақыт өткізуде. Қарулы адамдар базарда балық сатып отырған әйелге тиісе бастайды да, оған қолғап киюді талап етеді. Бірақ ол қолғап кимесе де, адал әйел. Оның үстіне хиджаб киюге мәжбүр болғаны да жеткілікті. Ал қолғаппен жұмыс істеу мүлде мүмкін еместігін айтқанда, олар саудагер әйелді ұстап, түрмеге әкетеді. Кидану бір шаруамен кету керек болып, әйелі мен қызын үйде қалдырады. Мешіттегі бір ер адам джихадшы Абу Хасанға тоқтау салуын өтінеді. Себебі ол исламды да, мұсылмандықты да құлатып, қауіпті жағдайға душар етуде. Жуырда ғана ол бір әйелді тек қолғапқа шағымданған үшін ұрған болатын. Олар мейірімде, кешірімде, аяушылықта білмейді. Басты қолбасшылардың бірі Абделкарим жас аудармашымен бірге отбасының шатырына келеді. Сатима күйеуінің үйде болмаған сәтте Абделкаримнің келетініне таңырқайды. Ол болса әйелдің басын жабуы тиіс екенін, ашық жүрудің әдепсіздік екенін ескертеді. Бірақ Сатима оған ұнамаса, бұрылып кетуін айтады. Әйелді ренжіткен ер адам мұсылман болмайды деп жауап береді. Сатимаға аз уақыт тесірейіп қараған соң, Абделкарим оған кез келген өтінішпен келе алатынын айтады. Ал вудуист әйел Забу ашық түсті киім киіп, үстіне жыртық хиджаб орап алып, джихадшыларға барып, оларды арамза деп атады. Бірақ оған тиісуге қорыққан олар, Зидан мен Мессидің қайсысы мықты, Бразилия ма, әлде Франция ма, қай футбол құрамасы күшті екенін талқылауды жалғастыра берді. Забу қарулы жасақтың жолын бөгеп тастайды. Көз жасына булыққан саудагер әйел бұл жерде өмір болмайтынына сенімді. Ол көшіп кетуі керек. Үйіне қайтып келе жатқан Кидан жолда Абделкариммен кезігіп қалады. Аудармашы оған Киданды ренжітпеуді, оның отбасына тимеуді айтады. Кидан жақсы адам, ал Сатима мықты әйел дейді ол. Бұған жауап ретінде Абделкарим калашникпен бұталарды бытырлатып атады. Шөлдің ортасында отбасының шағын шатыры жалғыз тұр. Көршілерінің бәрі қашып кеткен, айналада ешкім қалмаған. Кидан үшін қашып жүре бергеннен гөрі қалып қойған дұрыс. Ал Сатима болса күйеуіне оның жоқ кезінде үйге жиі келетін қонақ жайлы айтып береді. Джихадшылардың жаңа мүшесі бейнемдеулер жаза бастайды. Ол бұрын рэпер болған, яғни күнәһар. Бірақ Алла оны тура жолға салғанын айтады. Дегенмен оның сөзі сенімсіз шығады, өзі де айтқанына аса сенбейді. Қасындағысы оған дем беріп, дұрыс сөздерді табуға көмектеседі. Оны әлемдегі мына нәрселер мазалайды: батыс, зорлық-зомбылық, әділетсіздік. Бірақ шындығында бұл жігітке мұның бәрі жат. Ол бөтен, өзге бір дүниеден сияқты. Түнде қала көшелерін қарулы жасақтар кезіп жүр. Олар музыка қайдан шығып жатқанын іздейді. Ақыры тәртіп бұзушылардың үйін табады. Бір жауынгер бастығына қоңырау шалды. Ал ән Алла мен оның пайғамбарын мадақтау екені анықталды. Бірақ соған қарамастан, бағынбағандарды қамауға алуға бұйрық берілді. Кидан гитарада ойнап, ән айтуға әуес. Ал балықшы Амаду үнемі Иссанға сиырларды оның торына жолатпауын талап етеді. Бірақ бір малды бала қадағаламай қояды да ол торға шырмалып қалады. Амаду үндеместен найзасын алып, сиырға лақтырады. Жаралы мал жан тәсілім етіп, балықшы шаруасын жалғастыра береді. Бұл Киданның табындағы ең сүйікті сиыры еді. Шатырға жылаған Исан жүгіріп келіп, болған оқиғаны айтып береді. Кидан жасырған тапаншасын шығарып алады, бірақ әйелі алдымен балықшымен сөйлесіп, қарусыз баруын өтінеді. Соған қарамастан Кидан тапаншаны қайтадан матаға орап, киімінің арасына тығып қояды. Исанның әкесін өлтірген. Ал Атоя болса, менің әкем әлі тірі, өйткені ол соғыспайды, гитара тартып, ән айтады, бірақ бұл туралы ешкім білмеуі керек дейді. Джихадшылар бір футбол добын тауып алып, оның иесін сұрай бастайды. Біреуі мегафоннан тұрғындарға үйдің алдында бос отыруға, уақытты құр өткізуге болмайтынын хабарлайды.
Ал опасыздықпен Рамазан айында тазалықты сақтамағандар таспен атып өлтіріледі. Көп ұзамай доптың иесін де тауып алды. Футбол ойнауға тыйым салынғанын ол жақсы білетін. Сондықтан оған 20 дүре соғу жазасы кесілді. Басқа балалар стадионға жиналып футбол ойнамақшы болды. Бірақ оларда доп жоқ еді. Соған қарамастан ойынға қатты беріліп, қиялдағы голдарына да мәз-мейрам болып қуануда. Алайда джихадшылар жеткен сәтте балалар бірден жаттығулар жасап, көңілді болып отырғандарын байқатпауға тырысты. Әйтпесе дүре соғып жазалауы мүмкін еді. Ашуға булыққан Кидан Амадуға келіп, "Су сенікі емес, саған мал өлтіруге кім құқық берді?" деп сұрайды. Амаду қол жұмсап жібереді. Арпалыс кезінде тапанша атылып кетеді. Екеуі де суға құлап, қимылсыз жатады. Бірақ Кидан әрең тұрып, жағаға қарай ақсап шығады. Амаду бірнеше рет орнынан тұрып, арғы бетке өтпек болғанымен су ішінде жан тапсырады. Оның денесін қарулы жасақ тауып алады. Үйге қайтып бара жатқан Киданды жолда ұстап, тапаншасы мен телефонын тартып алып, түрмеге қамайды. Кешкісін Киданды күтпеген Сатима мен Тоя шөл далаға шығып, ұялы байланыс сигналына ілігеміз бе деген үмітпен кезеді. Ал түрмеде Кидан күзетшіден әйеліне қоңырау шалуды өтінеді. Сол арқылы Сатима күйеуінің қайда екенін біледі. Бір отбасы қатаң тыйымға қарамастан, гитара тартып, ән айтып көңіл көтеріп отырады. Олар туған Тимбукту туралы, бұл қаланың еркіндік қаласы екенін жырлайды. Бірақ шын мәнінде оның тұрғындары әлдеқашан еркіндігін жоғалтқан. Үйге джихадшы баса көктеп кіріп келеді. Ер адам аспабын алып терезеден секіріп қашады. Оның артынан қуғын басталады. Абу Хасан аудармашы арқылы Киданға "Саған көп қалмады. Шариғат заңдары қолданылады. Амадудың отбасынан кешірім сұрап, қан құнын өтеуге тиіссің. Оның құны мал. Саған жалпы 40 сиыр табу керек" деп түсіндіреді. Бірақ Киданда бар болғаны 7 ғана сиыр қалған. Кидан аудармашыдан "Сен неге бұлармен бірге жүрсің?" деп сұрайды. Өзі тағдырға мойынсұнғанымен Тояны қорғай алмай қалатынына қатты қынжылады. Қызың көп ұзамай жетім қалады дейді Абу Хасан, бірақ сөзін аудармауды өтінеді. Ал әйел сот алдында тұрады. Оны кеше ән айтты деп айыптап, 40 дүре соғуға үкім шығарады. Жазалауды көруге көп адам жиналды. Әйел бастапқыда шыдап, тек жылап отырды, бірақ ауыртпалыққа төзе алмай айқайлап жіберді. Дүре астында тұрып ол қайтадан ән сала бастайды. Барлығы бейне камераға түсіріліп жатты. Джихадшылардың барлығына темекі шегуге тыйым салғанына қарамастан, Абделкарим құм арасында жасырынып, өзі үнемі темекі тартады. Аудармашы одан жасырынбауын өтінеді, бәрібір оның темекі шегетінін бәрі біледі. 3 қарақшы жас қызды қабырғаға қысып ұстап, бетін жабуын бұйырып, не істеп жүргенін сұрайды. Қыз ағасына телефонмен сөйлескенін мойындайды, бірақ қолбасшы оны өтірік деді де, қызды алып кетуді бұйырды. 2 тұрғынды опасыздық жасады деп айыптап құмға көміп, таспен ұрып өлтіреді. Бұрынғы рэпер бір джихадшының барлығынан жасырын, тек Гайтянка Забуға ғана көрсетіп, құм үстінде билегенін байқап қалады. Ал ағылшынша сөйлейтін басқа бір сарбаз, 2 аудармашы арқылы әйелге келіссөз жүргізіп, одан әдемі қызын өзіне қалыңдыққа беруді талап етеді. Әйел бейтаныс адамға қызын беруге үзілді кесілді қарсы болды. Бірақ егер ол райынан қайтпаса, сарбаз күш қолданатынын ескертеді. Исанға түсінде 40 сиыр көрінеді, солар Киданды құтқара алар еді. Түрмеде хиджаб киген көптеген жас, сұлу қыздар қамалған. Киданды Амадудың отбасына алып келіп, оны кешіресіңдер ме деп сұрайды. Бірақ анасы қатаң түрде жоқ, ең болмағанда бүгін емес деп жауап береді. Сол сәтте Киданға әйелі хабарласады. Абделкарим телефонды аудармашыға беріп, бір ишара жасайды. Аудармашы Сатимаға Абделкаримнің күйеуіңді құтқаратын еш амал жоқ. Бәрі бітті деген сөзін жеткізеді. Кидан өзіне Алланың жазғанның бәрін қабылдайтынын айтады. Анасының қарсылығына қарамастан, Абу Хасан қызын өз адамдарының біріне түн жамылып, асығыс қыздың қамқоршысы жоқ кезде беріп жібереді. Бұған наразылық білдіргендерге ол, біз бәріміз осында қамқоршымыз, өйткені бұл жерді біз басқарамыз. Ал ол жігіт, тақуа адам, жақсы жауынгер, нағыз таңдаулы күйеу, шағымданатындай ештеңе жоқ деп жауап береді. Мешіттегі бір ер адам мұндай жағдайдың жиілеп бара жатқанын айтады. Халық риза емес, бірақ джихадшы мұны байқамаған сыңай танытып, бәрін дұрыс жасап жатырмыз деп сендіреді. Киданды камерадан шығарып көлікке отырғызып, жазалау орнына алып келеді. Сатиманың қасына бір мотоциклист келеді, жергілікті тұрғын. Ол әйелге тапанша беріп, бірге джихадшылар тұрған жаққа бет алады. Кидан әйелін көріп, оған қарай жүгіреді де оқ атқызбай тоқтатады.
Екеуін бірдей оққа байлап атып тастайды. Қарулы жасақ мотоциклистің соңына түсіп, оған да оқ жаудырып, қашып құтылуына мүмкіндік бермейді. Ал осы уақытта бейхабар қалған жетім Тоя шөлді кезіп жүгіріп барады. Ол әлі өзінің жалғыз қалғанын білмейді. Осымен кинотаймдағы шолуымыз аяқталды. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, фильмнен алған әсерлеріңізбен бөлісейік.